Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге езілмейтін, осылай дара-дара әдемі болып пісетін тефтелейтін жасау жолымен бөлісемін. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін ең бірінші каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге пияз қажет болады. Бір дана пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Және де сәбізімізді осылай теркіден өткізіп аламыз. Бізге 4 дана картоп қажет болады. Картопымызды осылай пышақпен турап шығамыз көбіктеп. Егер де сіздерде ирек пышақтарыңыз болса, сол ирек пышақпен де кессеңіздер болады. Сонда тамақтарыңыз өте әдемі көрінеді. Мен бір дана қызанақ қостым. Қызанағымызды көбіктеп әдемілеп турап шығамыз. Және де болгар бұрышын қостым. Көкөністерімізді осылай әдемілеп турап алдық. Енді қазанымызды газға қойып, сұйық майымызды құйып, қызып тұрған майға пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң қызанағымыз бен болгар бұрышын салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. 2-3 минут шамасында. Содан соң 2 ас қасық томат басысын саламыз. Тағы да жақсылап қуырып аламыз. Екі-үш минут шамасында тағы да араластырып тұрамыз қасықпен. Енді картопымызды саламыз. Картопымызды көбіктеп турап алдық. Әдемілеп салып шығамыз қазанымызға. Картопымызды салып болғаннан кейін дәміне қарай тұз саламыз. 2 қасықтай тұз салып қасықпен араластырып шығамыз. Тағы да жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып қойып қоямыз. Біз оған дейін тефтели жасауға кірісеміз. Бір дана пияз қажет болады. Пиязды мен блендерден өткізіп алдым. Және татымына қарай тұз, бұрыш, қалауынша дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Мен аскөкті де қостым. Сіздер өз қалауынша қоспасаңыздар болады. Және жуылған күрішімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз қолымызбен. Тефтелейдің массасын бір шетке қойып қоямыз. Біздің картошкамыз жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне салқын су құямыз. 2 кружкадай салқын су құйдым мен. Бетін жауып, тағы да қайнатамыз. Енді тефтели жасауға кірісеміз. Қолымыздың көмегімен осылай домалақтап, шарик пішінді жасап шығамыз барлығын ыдысымызға салып. Тефтелейді осылай дайындап алдық. Қақпағын ашып, біздің сорпамыз қайнады. Енді дайын болған тефтелейлерімізді сорпамызға салып шығамыз. Қазанымыздың астын, яғни отты қатты етіп қосып көтеріп қоямыз. Біздің тефтелейіміз бір қайнағаннан кейін астын баяу отқа қоямыз. Тефтелейімізді жарты сағаттай пісіріп аламыз сорпамызды. Мінекей біздің тефтелейіміз әдемі болып шықты. Біздің тефтели өте дәмді болып шықты. Осылай өз отбасыңызға ұсынсаңыздар болады. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.